Армысыздар, құрметті көрермен, сіздермен репортаж, және мен Еркежан, және де менің әріптесім Ринат. Көктемнің алғашқы күнімен тұспа-тұс келген мерекеде Қазақстанның өзге этнос өкілдері қиын қыстау кезеңде құшақ жая қарсы алған қонақжай қазақ халқына өзінің алғысын білдіреді. Дұрыс айтасың, Ринат. 1 наурыз жалпы халықтық алғыс айту күні. Бұл күні барша қазақстандықтар бір-біріне құрмет көрсетіп алғыс айтады. Қазақ халқы бұл мейрамды ең алғаш 2016 жылы атап өткен болатын. 2016 жылдың 14 қаңтарында экс-президент Нұрсұлтан Назарбаев қазақ халқының ассамблеясының құрылу күнін, яғни 1 наурызды алғыс айту мейрамы қылып атап өтті. Олай болса, достар, 1 наурыз халықаралық алғыс айту күнінің тарихына шағын шолу жасайық. Кешегі қилы заманда қазақ халқы тағдырының жазуымен елге келген өзге ұлт өкілдерін бауырына басып, құшақ жая қарсы алып, бір нанды бөліп жеген. Столыпин реформасы кезінде елге тұтас этностар депортацияланды. Түрлі этнос өкілдерін вагондармен ашық далаға әкеп тастады. Онсыз да күнін әрең көріп отырған қазақ отбасылары оларды үйіне кіргізіп, қамқорлық танытты. 20 ғасырдың басында Қазақстанға Беларусь, Ресей және Украинадан 1 миллион адам қоныс аударылды. Ал 1930 жылдары ұжымдастыру барысында 250 мың шаруа жер аударылып, тағы 1,5 миллионға тарта адам өнеркәсіп нысандарын тұрғызуға келген. Олардың бәрі Қазақстанға орнығып, қиын кезеңдерді қазақ халқымен бірге еңсерді. Сондықтан елдегі мерекелер қатарының алғыс айту күнімен толығуы игілікті іс болды. Бұл күннің астарында қазақ халқының бауырмалдылығы мен мейірімділігіне ризашылық білдіруі жатыр. Алғыс айту мейрамның басты мақсатының бірі өскелең ұрпақты бірлікке, достыққа, ынтымақтыққа баулу және де ұлтаралық қарым-қатынасты нығайту болып саналады. Сіздермен болған репортаж, біз сіздерді алғыс айту күнімен құттықтаймыз. Университет басшылығын, университет ұстаздарын және де университет студенттеріне алғысымызды білдіреміз. Ал біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше, қош! Сау болыңыздар.